Сәлеметсіздер ме құрметті 10 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім сөз мәдениеті және шешендік өнер пунктуация бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар, бұл бізде БЖБ 2. Олай болса тапсырмамызды орындайық. Бізде бірінші тапсырмада берілген тапсырма мәтінді оқыңыз деп бізге берілген екен. Олай болса мәтінді оқиық. Шешендік өнер туралы. Шешендік қазақ елінің көнеден келе жатқан дәстүрлі тілі өнері. Шешендік сирек ұшырасатын қасиет дарын. Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр қисынға құрылады. Шешендік өнер мен билік қолма-қол туып айтылатын суырып салма, жүрек жарды, әділ сөздерге негізделіп, шығармашылық сипатымен дараланады. Қазақтың шешендік сөздерін өзге жұрттың атақты адамдары, ғалымдары жоғары бағалады. Шешендік сөздер нұсқаларын академик Радлов 19 ғасырда зерттеп жинаған болатын. Ол қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауыз екі сөйлеп отырғанның өзінде сөйлеген сөздер ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп қаласың деп көрсете отырып, әсіресе қазақ тілінің тазалығы мен табиғаттылығын дұрыс аңғарып, қазақтардың сөзге тапқырлығы мен шешендігі өзіне ерекше әсер еткенін жазған. Сондай-ақ қазақтың шешендік тапқырлық нақыл сөздерін жинап жариялағандардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Ол халық даналығының жасөспірімдерді тапқырлыққа, өткірлікке, адамгершілікке баулитын тәрбие құралы екенін жете танып, өз еңбектеріне орнымен енгізіп пайдалана білді. Қазақтың шешендік сөз үлгілерін жинақтап, халықтың осы бір ерекше қасиетін байқаған, бағалаған белгілі ғалым Радлов қырғыздар, қазақтар өз көршілестерінен ұтымды сөздің ұрымтал тұсын тауып қолдана білетін тапқырлығымен және керемет шешенділігімен ерекшеленеді. Менің жинаған материалдарым қазақтардың ақыл-ой өрісі мен тілі жайында нақты түсініктер мен мағлұматтар береді деп ойлаймын, деп ойын басқа түркі тілдес халықтармен салыстыра отырып қорытады. Қазақ шешендік сөздері бастау алар қайнар бұлақтарын түркілік танымнан түптен тартып, өзіндік ұлттық ерекшеліктерді, қасиеттерді бойына жинақтап, көркемдік қуатымен, ғибраттық сарынымен дараланған, сондай-ақ аса бай поэтикалық тілмен, өзгеше қалыпта көрінген, халқымыздың рухани азығына айналған көркемдік құбылыс. Сондықтан да баба мұрасы ұрпаққа ұлағат, кейінгіге аманат келер күнмен бірге жасайтын рухани асыл қазына. Мәтіннің негізгі ойын және көтерілген мәселені анықтаңыз. Негізгі ой мен көтерілген мәселеге қатысты пікірлерді дәйексөз ретінде келтіріңіз. Ақпараттарға сүйеніп, өз ойыңызды қысқаша жазыңыз деп бізге берілген екен. Олай болса, тапсырмамызды орындайық. Мәтіннің негізгі ойы: шешендік өнер қазақ халқының рухани байлығы, ұлттың көркем сөйлеу мәдениетінің көрінісі, көтерілген мәселе. Шешендік өнердің маңызын танып, оны сақтау мен насихаттау қажеттілігі. Мәтіннен негізгі ой мен мәселеге қатысты пікірлер. Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр қисынға құрылады. Қазақтардың сөзге тапқырлығы мен шешендігі өзіне ерекше әсер еткенін жазған. Шешендік сирек ұшырасатын қасиет дарын. Менің ойымша, шешендік өнер тек тіл шеберлігі емес, бұл ақыл мен парасаттың үйлесімі. Бүгінгі заманда да шешендік сөздер арқылы жастарды тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды дәріптеу маңызды. Осындай бай мұраны ұмытпай, күнделікті өмірде қолдану әрбір азаматтың міндеті.
Міне оқушылар, дәл осылай жазасыздар. Келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада былай берілген: сендер не білесіңдер? Сәлем сөздің анасы ғой. Жолыққан кісіден 10 ауыз сөз естісең, соның біреуі менің кәдемде жарап жатыр деп жауап қатқан екен, деп аяқталатын қысқа әңгіме жазыңыз. Әңгіме жазу барысында теңеу, эпитет, метафораны қолданыңыз. Сөйлем және мәтін деңгейіндегі тыныс белгілерін дұрыс қойып шығыңыз, дұрыс қойып жазыңыз деп бізге берілген екен. Сәлем сөздің анасы. Оқушылар, бұл жерде бізде жирный, яғни қою қарамен жазылған сөздер. Бұлар бізде ережелер. Енді барлығын сіздерге оқып шығайын қазір. Жалпы бұл жерде сәлем сөздің анасы. Күндерінің күнінде ауыл шетіндегі көк қақпалы үйде отыратын қария ауыл балаларының сәлемдеспей өте шығатынын байқады. Бір күні үйінің алдында өтіп бара жатқан үш баланы тоқтатып: әй қарақтарым, неге сәлем бермейсіңдер, деді жай ғана, бірақ жүзіне мұң ұялаған еді. Балалардың бірі именіп: сәлемдесу маңызды ма ата? Онда тұрған не бар, деп сұрады. Сонда қария көзіне алыстағы көкжиекке қадап баяу тіл қатты: сендер не білесіңдер? Сәлем сөздің анасы ғой. Жолыққан кісіден 10 ауыз сөз естісең, соның біреуі менің кәдемде жарап жатыр деп жауап қатқан екен. Көңілінде сағыныштың сары желі ескендей, қарияның дауысы бір сәтке дірілдеп кетті. Балалар үнсіз тұрды. Кенет олардың бірі: ата, сәлеметсіз бе, деді, дауысы жылы, жүзі нұрланып кеткендей. Сол сәтте күн шуағы да күлімдеп, көктегі бұлттар да сейілгендей болды. Міне оқушылар, бұл жерде енді жалпы ережелерді біз талдап өтуіміз керек. Бұл жерде сәлем сөздің анасы, бұл бізде метафораға жатады. Сәлемдегі анаға теңеу арқылы оған рухани мән бастау көзі ретінде сипат беру, бұл бізде сәлем сөздің анасы деп отырғанымыз, бұл бізде метафора. Келесі, бұл бізде сағыныштың сары желі ескендей. Яғни міне көрсетіліп тұр: сағыныштың сары желі ескендей. Бұл бізде теңеу. Сағынышты желге теңеп, эмоцияны тереңдету. Бұл бізде теңеу деп. Теңеу. Яғни ережесі теңеу. Көктегі бұлттар да сейілгендей болды. Бұл бізде мына жерде жазылған екен. Бұл бізде оқушылар эпитет. Эпитет және де теңеу. Көктегі бұлт бейнелі сөз. Ал сейілгендей көңіл күйдің ашылуын табиғатпен байланыстыру. Оқушылар, бұл жерде метафора, теңеу, эпитет қолданылған. Бұл жерде міне теңеу, эпитет, метафораны қолданыңыз деп бізге берілген екен. Ал біз осы бойынша тапсырманы толықтай орындадық. Өздеріңізде байқадыңыздар деген ойдамын. Видеоны тоқтатып қарасаңыздар да болады, немесе өздеріңіз қарап жаза берсеңіздер болады. Міне осы жерден де қарап алыңыздар, видеоны тоқтатып қарап кетіңіздер. Оқушылар, біз толықтай тапсырманың барлығын орындаған болатынбыз. Бізде толық балл 9 балл. Осы 9 балдың толықтай 9 балын жинап өткен болатынбыз. Енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.